Қалайсыздар достар, бүгін сіздерге бауырды тап-таза ететін фреш жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде дайындап, бауырларыңызды тазалап алыңыздар. Жасалу жолы өте оңай. Алдымен 200 грамм асқабақты аламыз және 10 грамм имбирь аламыз. Осының барлығын блендерден жақсылап өткізетін боламыз. Үстіне 1 стакан су құйып жібереміз. Жылы су болуы міндетті. Достар, бұл жерде асқабақ бауырды ретке келтіріп, зат алмасуды реттейді. Бауырмен байланысқан органдардың барлығына жақсы әсерін тигізеді. Бауырды тазалайды, жасуша регенерациясына ықпал етеді және жаман холестериндерді сыртқа қарай шығарады. Именно осылай шикі түрінде қолдану қажет. Ал имбирь қабынудан қорғайды, зиянды жасушалармен күреседі және улану белгілерін жеңілдетеді. Қан айналымын қалыпқа келтіреді. Ал корица болса бауырдың жұмысын қалыпқа келтіреді және оны зиянды заттардан қорғайтын болады. Мінекей осылай біздің фрешіміз дайындалды. Енді корицамызды салып араластырамыз да 15-20 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін уже біздің фрешіміз дайын болады. Ішіп, денсаулығымызды реттеуімізге жақсы күшті көмегін тигізетін болады. Жаңа айтқанымдай, аптасына 2 рет ішеміз. 1 ай көлемінде ішуге болады. Одан кейін демалып, тағы ары қарай жалғастыруға болады. Дәмі өте жақсы. Ас болсын достар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ем болсын, міндетті түрде дайындап, тұтынып көріңіздер. Жалпы осындай денсаулығымызға пайдалы сусындарды ішіп тұрғанымыз өте дұрыс. Дұрыс тамақтану және дұрыс көңіл күймен жүру, таза ауада серуендеу, осының барлығы, дұрыс ұйқы, барлығы осы денсаулығымыздың мықты болуына күшті әсерін тигізеді.